мынау бір замандарда осы қазақ елінен келіп қыздарды алып кетіп жатқан уақыттар болған. Енді осы 95-2000 төңірегінде түрік мемлекеті болсын, басқа болсын, сол сияқты шетелдер кете бастады. Сонда бір мысал, имандылығы бар кісілер ғой, жаңағы осы Қазақстаннан қыз іздеп келдім деген кезде, енді аналардың сәлдесін көріп, киген шапанын көріп, сонда кісілер мынандай деп ұсыныс жасап, өз сияқты хиджаб киген, өз сияқты жаңағы үлкен жабынған, денесін жапқан, сондай иманы бар қыздарды іздеп жүрген ғой. Сонда жоқ, бұлар керек емес. Маған наоборот юбкасы қысқа, басы жалаңаш, киімі өте аз болу керек деген. Неге деген кезде мен соны киінуіне себепкер болам деді ғой, мысалға да. Сол сияқты енді қай заманда болсын, жалпы әйел заты мысалға былай енді жаңа феминистердің айтатыны ғой, біз тең болуымыз керек дейді. Ешкім тең болмауына бұл жерде кедергі жасап жатқан жоқ. Енді мысалға ұсыныс былай туындап жатыр қазір ЛГБТ. Оны қозғамасқа болмайды бұл тақырыпта. Сол сияқты олар өздеріміздің құқығымыз, өзіміз қалай өмір сүрсек солай өмір сүреміз деп соны жарнама жасап жатыр, Сол сияқты менің де ұсынысым, менің де осындай вариант бар, егер де өмір сүретін болсаңыздар. Осылай өмір сүруге болады. Былай жаңағы баяғы заманға әкеп тіреп қойып қойды. Баяғы заманда емес, қазіргі заманда да бар ғой, ислам мемлекеттерінде бар бұл. Және оның бәрін күшпен әкеп жатқан жоқ, өздерінің таңдауы ол, мысалға. Сол сияқты менде осындайды бір вариант бар, егер де көрсеңіздер, осылай өмір сүруге болады деген бір көрініс қана бұл. Жақсы. Ал ешкімді мен бұл жерге күштеп әкеліп жатқан жоқ. Жақсы.